Ассалаумағалейкум, құрметті шахмат сүйіктілері. Сіздерге бүгінгі сабағымызда шахматты мүлдем хабарыңыз жоқ болса, мен сізге бастаймын. Алдыңғы сабағымда шахматтың фигурлардың атауларымен таныстырдым, және оның қазақша аудармасымен таныстырдым. Енді шахматтың сол комментарийда бір кісі жазған екен, шахматтың жүрістерін, фигурлардың қалай жүрулерін үйретсеңіз деп, содан бастап түсірсеңіз деп. Мен соған орай фигурлардың, әр фигураның орталық алаңға қойып, қай жерлерге жүре алатынын көрсетейін. Солай ары қарай видеоны тоқтатып, өзіңіз қарап алсаңыз болады. Король. Ең басты біздің осы ойындағы қаһарманымыз, иә? Бұл не дейді? Патша құласа, ойын бітті. Король орталық алаңда тұрған кезінде өзінің қасындағы, айналасындағы барлық шаршалаңға жүре алады, бір-ақ жүріс жүреді. Ойында енді бір-ақ жүріс жүру дұрыс қой. Мен бір жүріс жүрем, қарсы напарнигім, мен қарсыласым, ол бір жүріс жүреді. Осы бір жүрісті тек айналасындағы шаршалаңға ғана жүре алады. Одан ары қарай шаршалаңдарға жүре алмайды. Бұл король. Корольдің қасындағы уәзірі, ферзісі. Бұл ферзі дәл осы шаршалаңдарға жүре алады, бірақ бұның бір ерекшелігі ойынды шабуылды өрбітуші, ұйымдастырушы ретінде қолданғандықтан бұл ұзақ қашықтыққа бара алады. Мына жерге жүре алады, және былай жүре алады. Мына жерге жүре алады, және былай жүре алады. Мына жерге жүре алады, және де тағы былай қарай жүре алады. Мына жаққа жүрсе, тағы былай жүре алады. Яғни орнында тұрған орыннан барлық қиғашта, түзуде, жаңа да барлық жерге жүре алатын фигура екен. Келесі бізде орталық алаңның екі жағындағы, мен өзім жас кезінде үйренгенім, бұны офицер деп үйрендік, қазір қолданыста енді слон деп қолданамыз, піл деп аударады. Осы екеуі, біреуі қарада, біреуі ақта. Слон дейді. Бұны қарапайым тілмен түсіндірейін. Дойбы ойнаған шығарсыздар барлықтарыңыз мектеп қабырғасында. Дойбы ойында басқа, біздің қарапайым сарбаздарымызды басқа шығарған кезінде дойбыны би дейді, немесе дамка дейді, дамка деп немесе би деп қолданады. Сол би кез келген жаққа жүре алады, артқа да, алға да. Сол себепті мықты болады да, сонымен биге шыққан адам жеңіс бермей, жеңіске жетіп жатады ғой. Дәл соның қара шаршалаңда және ақ шаршалаңдағы жүрісі ғой. Бірақ одан дойбы ойынында бізде аттап жейтін болса, мысалға, мынаны былай қарай аттап жейтін болса, бұл шахматта мына тұрған орында мынаны орнына жейді. Яғни осы дойбыдағы бидің немесе сол дамканың қарадағысы немесе ақтағысы деп қолданамыз. Яғни бұл қиғаш жүреді, тек мына қиғаш. Мынау ақтағы тек ақта жүреді, қиғаш, қарадағы тек қарада жүреді. Бұл қиғаш. Бұл екі фигураны түсінікті деп ойлаймын. Түсінікті шығар, Келесі фигурамыз бізге ат. Екі ат бірдей жүріс жасайды, бірақ екі қапталдың шеткісінің алдында орналасқан. Бұл аттың бір орнынан тұрған орнынан 8 жерге жүре алады. Егер мына екеуін алып тастайын. Мынаның жүрістері Г ретінде, қазақ тілінде Г ретінде, міне Г. Дәл соның аудармасымен түсе береді. Г-ны былай аударамыз. Г-ны былай аударамыз. Немесе былай аударамыз, Г. Г ретінде. Сонда Г ретінде қолданған бұл ат тек осы шаршалаңдарға жүре алады. Мына жерге бұл қиғаш, түзу деген жүріс жүрмейді. Өйткені бұл аттың өзінің несі атауы айтып тұрғандай, ат секіріп жүруші, секіріп жүруші болғандықтан, бұның бір жақсы ерекшелігі, мына жерде ешқандай фигуралар алдынан ашылмаса да, орнынан секіріп 1, 2, 3, Г мына орынға жүріп келеді. Мына орынға жүреді, секіріп аттап жүре алады. Сол өзінің жүретін орында, мысалға, мына жерге қойын. Бұл осы жерде тұратын болса, бұның жүретін жүрістері мынау, және мына екі жер, мына екі жердегі фигураны жеп бара алады.
Бұның ерекшелігі осы да жаңағы. Одан алдындағы мынау жайпап жеп өтіп кете алмайды. Мына жердегі былай болып мынаны жеп кете алмайды. Мынаны жейді. Яғни өзінің жүретін шаршы алаңында тұрған қарсыластың фигурасын жейтін болып саналады. Бұл атты түсіндік деп ойлаймын. Бұл атпен ойнаушылар жақсы ойнайтын болсақ, негізінде мықты мастерлерді, гроссмейстерлерді жеңуге қолданылатын фигура. Бірақ бір екі ат болса да, ойында жеңіл фигура аттап ойынның барысында жақсы қолданамыз. Бірақ ең соңғы мүмкіндік келген кезде король мен екі ат қалса, мат қоя алмаймыз. Бұл аттап жүргендіктен ешқашан корольге мат қоя алмайды. Мынау ладья, бұл ауыр фигура, екеуі екі бұрышта орналасқан. Бұның бір несі жанға да, түзу және тікеде. Тек түзу жүруші. Сол себепті бұны тура дейді, ладья. Тура деп аударған, бізде түзу жүруші деп аталады. Бұлай және бұлай, осы орыннан жоғары, төмен, тек түзу жүруші. Мен бірінен айтайын, слон қиғаш жүреді, ладья түзу жүреді. Ферзі осы екеуінің қосындысы деп қарастырсақ болады. Өйткені ферзі қиғашта жүреді, түзуде жүреді. Ал енді қатарынан тұрған мынау 8 сарбазымыз, пешкамыз, бұлар қандай жүрістер жасай алады? Бұлар тек алға жүреді. Мына орталық шаршы алаң, осы центрден, ортасынан төмен қарай, бір дегенге қарай, ақтардың шаршы алаңы, яғни шекарасы деп айтады бізде. Ал жоғары жағы қаралардың шекарасы. Осы шекарамызға дейін екі жүріс жүре алады екен бұл сарбаздар. Екі жүріс мен жүре аламын, ол екі жүріс жүре алады. Ал одан ары қарай мына шекарадан асқаннан кейін басқа барғанға дейін бір жүріс қана жүре алады. Мынау да бір жүріс жүреді. Осылай бір жүріс жүріп кете береді екенбіз. Фигуралар жүрістермен таныстық деп ойлаймын. Енді фигуралар қалай жейді? Мен пешканы жүрдім ортаға. Ол пешкасын жүрсін. Пешка өз шаршы алаңында біреуді жүреді. Бұл өз шаршы алаңында мен шекараға шейін аттап жүре алам. Ал егер шекарамнан асқан соң мен біреу ғана жүре алам да. Енді мен мына пешканы жүрсем қасына, ол сол кезде мына пешканы қалай жейді? Қиғаш жейді. Яғни осы мынау тұрған орыннан алдына қарай жүре алмайды, екі жанындағы орындағы шаршы алаңдағы фигураны жейді. Мына жерде алдындағы пешканы кейбір нелерді көргенем мен, бір балдар келеді, мынаны жеп қояды дейді, мына қарай жүреді ғой ол дейді. Ол мына жаққа жүргенімен алдына ғана жүреді, тіке жүреді, бірақ қиғаш жейді. Өзінің әрқайсының фигурасының жеуінің өз қолданыстары бар. Түсінікті? Түсінікті ме? Бағлан? Түсіндіңіз ба? Негізінде ананы айтпаңызға да отырмын, пешке алдына бір жүрісті жүре алады өз шаршы алаңында. Иә. Дұрыс. Міне. Мен мына жерде егер пешкемен жедік дейді, қойдық, мен өзім шаршы алаңымда аттап та шекараға дейін жүре аламын және бір жүрісте жүре аламын. Негізгі бұл пешкінің жүрісі бір ғана жүріс жасайды алдына қарай. Ал бірақ біздің мынау шекарамызға дейін біздің алаң болғандықтан сол алаңға ғана секіріп аттап шекарамызға дейін екі жүріс аттап жүре алады екенбіз. Ал бұл пешкіні түсіндік деп ойлаймын. Ал енді келесі фигураларымыз. Бұл жерде шахматтағы барлық фигуралар. Мысалға ферзіні орталыққа қояйын. Ферзі қалай жейді? Мұндағы пешкіні жейді, бірақ сол орнына қояды. Бізде дой бойын сияқты аттап жемейміз. Бұл жерде осы шаршы алаңға баратын болсақ, сол шаршы алаңда тұрған фигураны алып, жеп, оны мұнда қойып, ойыннан, алаңнан алып тастаймыз. Сосын оң орнына фигурамызды қоямыз. Немесе қиғашынан жейміз.
қиғасынан жегенде де дәл осындай жүрісті қолданамыз. Енді барлық фигураларға сол принципті қолданамыз. Енді барлық фигураларға сол принципті қолданамыз.